Қайырлы күн. Бүгін 2025 жылдың 11 қараша күні Солтүстік Қазақстан облысы Тайынша ауданы Чкалова ауылында орналасқан біздің солтүстік аңшылық жауапкершілігі шектелген серіктестіктің салып атқан зауытын таныстырып өтсем деп осы бейнені түсіріп жатырмыз. Менің атым Қайырбеков Дастан Тоқтарұлы. Осы солтүстік аңшылық жауапкершілігі шектелген серіктестіктің өкілімін. Сіздерді таныстырып, мына зауыттың паспортынан бастайық. Паспорты бойынша жаңағы біздің жоба жасалып жатыр. Төңірегінің бәрі қоршалған. Үш жолдың торабы Көкшетау, Омбы, онан кейін Чкалова, Тайынша деген жердің үш жолдың торабына орналасқан. Мына жолдан, тас жолдан зауытқа қарай жүргізетін жолды жақсылап тұрып жасадық. Жаңағы көпірдің орнын көктемде су басып кетпейтіндей көпір жасап қойдық. Енді төңірегінің бәрі қоршалды. Көлемі 2 гектардың шамасында. Қазір күні түні жұмыс жасалып жатыр. Міне орналасқан жері біздің мердігерлік жұмысшылар күні түні ауа райының қолайсыздығына қарамастан жұмыс жасап жатыр. Ең алдыменен үстіндегі жаңа қара топырақ жерін заңға сәйкес бәрін сырып тастап, болашақта пайдаланатындай қылып бәрін жинап қойдық. Ол өкіметтің талабы. Соның бәрін үйіп қойдық. Енді мына төңірегінде ең бастысы зауыттың ғимаратын салу үшін жаңағы көп бетонды қадақ қойды жоба бойынша. Соның барлығын жерге қадап, онан кейін бір деңгейде болсын деп барлығын кесіп, бірдей қылып, енді бетон құйып фундамент орнатуға жұмыс жасалып жатыр. Жұмысшылар күні түні жұмыс жасап жатыр. Осы жаңа жылға дейін фундаменті құйылады. Бұйырса қабырғасында орнатамыз деп ұмтылып отыр. Жаңа айтып кеткендей, ауа райы өте қолайсыз. Біресе қар жауады, жаңбыр жауады, суық, жел болып тұр. Бірақ оған қарамастан жұмыс тоқтамай жүргізіліп жатыр. Мына қадаларды қадап, свая дейді ғой, осылардың барлығын тегістеп, бір деңгейде уровеньмен жаңағыдай бәрін дайындап қойды, кесіп. Енді осының арасына, түбіне шағыл төгілді, біраз көп жұмыс жасалды. Енді бетонға құрастырып атқан жаңа темірлері бар, арматурамен. Соларды орнатып, сөйтіп барып бетон қойылады. Біздің жұмысшылар қауіпсіздік талаптарын орындап, жилет, бастарына каска киіп, барлығы өкіметтің талабы бойынша жұмыс жасалып жатыр. Мынау фундаменттің орнына орнататын жаңағыдай арматурадан құрал саймандарды алдын ала дайындап жасап жатыр. Біразы дайын болып тұр. Жаңа айтып кеткендей, жаңа жылға дейін фундаментында жаңа қабырғасында қоямыз деп ұмтылып отырмыз. Осы жерде күні түні жұмыс жасап, бас көз болып, Жұмабаев Берік деген біздің өкіліміз барлығы жоба бойынша болсын деп бас көз болып қадағалап отыр. Мынауда дайындап қойған құралдар, бұл да жаңа қабырғаға, фундаментқа кететін жаңа колонна жасалатын жаңағы темір құралдар. Біздің мердігер ұйымның өкілі. Бұл кісі де күні түні осында қадағалап, жұмысшыларға басқарып сөйтіп отыр.